чумалып атасыз, мына тарышып, қолыңызға қалемді алып, мына екі ырлар жинаққа ырларыңыз шығып, мына ертеден бері бүгін емес, 3 күн, 5 күнден бері араласып жүрміз. Мына мен де бір кіші кітап шығарған кіші қатары мына өзіңізге, мына қолымда тұрған 2 кітапты, анам барақтағы соларды тапсырып қоямын. Мен тапсырудың алдында 2 оз. Мына шығармашылық деген мен құрғақ ақыл айтқым келмейді, шығармашылық деген ор. Түйшігі де ор, башқасы да ор, осындай. Мен осы шығармашылыққа сапарды жағыдан бастап келіп, таштап қойып сөз менің жаңа қабарыңызға қарағанда сіздер емдегенде белгілі деңгейде мүмкіншілік те бар екен, талант та бар екен, осыны улантуды қалап, мына Бореке Салбұрын деген кітепті. Анам Борекені 19 жылы 1 жылы болды, 2 жыл болып қалды, мына 80-ге шыққанда том шығарған. Осы өлкені тапсырып қояйын. Өзіңіз де маржан оқуыңыз, ала тұрған үлгі болу, башқасын ала тұрған жері болып пайдаланыңыз. Аны мен сізден сұрамайды, осы кітеп өзі айтады. Осының үшін мен сізге айтарым, деніңіз сақ болсын, шығармашылық еркінде берсін, үй білеуіз, бала бақыраңыз білен, бұсық көлгөдағы бұл бірінші келішіміз болбосын, дағы келелі, осы ең анан келіп сізді шығармашылық берен денсаулығыңыз аралашып, өркінде өсіп берсін. Рахмат ағай. Эми ағай ушу сіздің ушу берген китебиңизден кийин мен ондан бетер баягы эме болом да, өзүм аракет кылам да. Андан кийин ушул биринчи жолу ушул болгондон кийин дагы мындай жолугушуулар көп болсун ағай. Сизге Кудай ден соолук берсин. Кыргызстаныбызда эме аламат болбосун. Жанагындай айтылуу тажы вирустардан аман-эсен кутулуп кетели. Сиз менен жолугушуп ушинтип маек курушуп ушундай китептерибиз чыгып турган убакта сиз менен маек курушканыма бактылуумун деп сеземин. Рахмат сизге. Рахмат. Ошону өмүрүңүз узун болсун. Рахмат. Пайдаланыңыз, окуңуз. Рахмат.